Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ши бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызбен қантымызды араластырып, ерітілген майымызбен жылы сүтімізді құйып, тұзымызды салып, араластырып аламыз. Ұнымызға ас содасын салып, илеуіштен өткізіп, орташа қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Шамамен 1 см көлемінде жаямыз. Және дәл видеодағыдай көрсетілгендей кесіп аламыз. Ши бауырсақтарымызды қызып тұрған майымызға салып, үзбей араластырып, пісіріп аламыз. Ши бауырсақтарымыз дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.